Нөкіс қаласында 71 махалледе 338.950 бұқара болып, солардан 0-30 жас аралығындағы бұқаралар 174.500-ді құраса, 14-30 жас арасындағы бұқаралар 66.538-ді құраған 2024 жыл давамында. Осы жасларымызға 2024 жыл давамында жастар қоры қаржылары есебінен өткен жылдың өзінде жастар дәптеріне кірітілген 2508 жастарға 4 миллиард 800 миллион сомлық социалдық һәм экономикалық хартараптама жәрдемлер көрсетілді. 722 жастарға іс-бірлемелік жойбарлары үшін 9 миллиардтан астам жеңілдетілген кредитлер ажыратылды. 216 жасқа субсидия тикарында минет құраллары, har xil минет құраллары алып беріліп, ол 216 жастардың бәнділігі тәмінленді. Айтатын болсақ, жастарды жоғары дараматлы жұмысқа қамтуға қаратылған келешек кәсіплері жойбары арқылы жекеменшік оқу орайлары менен біргелікте істесуді жолға қойылды. 344 жастарға 774 миллион сомлық оқу қаражетлері қаплап берілді. Әрбір махалле кесімінде 2 программист жойбары шеңберінде 546 жас инглиз һәм басқа да тілдер бойынша халықаралық һәм милли сертификатларды алуға ерсілді. Шет тілдері бойынша халықаралық имтихан системаларына C1 дәрежесіндегі сертификатқа ие болған 264 жасқа 537 миллион 330 мың сомлық имтихан тапсыру қаражетлері қаплап берілді. Осы жылдың өзінде, осы жыл бүгінгі күнге январь айының давамының өзінде әрбір махалледе өткерілген хатталау нәтижесінде жастар балансы қалыптастырылды. Бұл арқылы 66.539 жастар 3 тайпаға ажыратылды. Берді сары, жасыл һәм ауыр ахуалдағы тайпаларға бөлінді. 19.188 сары, 47.351 жасыл һәм 1.130 ауыр тайпадағы жастар болып бөлінді. Тикарынан айтып өтетін болсақ, 95 жасқа минет құраллары үшін субсидия ажыратылды. 222 жастың контракт төлемлері төлеп берілді. 129 жас келешек кәсіплері дәстүріне оқытылды. 20 жасқа медициналық қызмет көрсету үшін har xil көмеклер берілді. 3 жастың мобилизациялық шақыру резерв пуллары төленді. 3 жастың права үшін гуахнамалар үшін қаражетлері қаплап берілді. 284 жас кәсіпөнер һәм іс-бірлемелікке оқытылды. 852 жасқа кредитлер ажыратылды. 106 жасты ілім, пән, спорт һәм мәдениет жөнелісінде оқу қаражетлері қаплап берілді.